Мен Йылдыз, 6-шы сыныптан оқимын. Достарым көп, сабағымды жақсы оқимын. Тек сол Дүкен апайдың үнемі есімімді шатастырып Есбол дейтіні болмаса. Балам, кеш болды ғой. Тастасаңшы телефоныңды. Бар дүкеннен нан алып кел. Бір нан бересіз бе? Есбол балам, көңіл күйің жоқ қой. Міне наныңды алып. Қазіргі таңда жасөспірімдер арасында энергетикалық сусын ішіп жүру белең алып келе жатыр. Соның салдарынан бірнеше бала денсаулығынан айырылып. Сіз бен біз болып ата-аналар балаларға ондай денсаулыққа зиян сусындарды ішуге болмайтынын айтып, үндеу жасайық. Ма, сағат 1 болған ба? Ертең сабақ, ұйықтайын. Кеше бекер ойын ойнадым. Сабағымды да оқымадым. Ұйқымда қанбад. Қабая. Let me tell it, teacher. Есбол балам, саған не болған? Бүгін бір түрлі болып отырсың ғой? Сабаққа дайын емессің бе? Ұйқым кеп тұрғанын-ай. Ертеңгі үй тапсырмасында көп берді. Орындау керек. Достарым бүгін Roblox ойнайық деп еді. Елдос, неге сонша шаршап жүрсің? Саған демалу керек. Болмаса мен ұқсап энергетик ішіп алып рахаттанып жүрмейсің бе? Тіпті ұйықтамасаң да. Қандай керемет! Сабағымды да оқып тастадым. Алдыңғы шаршаған күйімнен еш нәрсе қалмады. Энергияға толымын. Балам, сабағың қалай? Жақсы, анашым. Балам, ұйықтамайсың ба? Түн ортасы болды ғой? Таңертең сабақ, тағы да ұйқыңға. Ертеңгі сабақты алдын ала оқып тастамаймын ба? Уақыт әлі ерте, ұйқымда келмей тұр. Сағат 2 болған ба? Мына энергетиктің күші қай уақытқа дейін жетеді екен? Әлі ұйқым келмеді. Ол сусынды ішкенімді әкем мен анам естіп қоймасын тек. Now, who would like to share the answer to question number 3? Менің бұным дұрыс болмады. Өз жасымай сай емес сусынды ішіп, денсаулығымды құртып ала жаздаған сияқтымын. Энергетик бір сәтке күш бергенмен жүрекке ауыр жүк салады. Денсаулықтарыңды сақтап се, табиғи қуатты таңдап, өз өміріңді өз қолыңмен бүлдірме. Балалар, ата-анаңыз сізге ешқашан жаман болсын демейді. Олардың ең үлкен байлығы сіздерсіздер. Сондықтан ең жақыныңыз ата-анаңыздың айтқанын тыңдасаңыз, қор болмайсыздар.